Баршаңызға ассалаумағалейкум. Жылқыға шығып едім дронмен. Міне біздің ауылымыз. Үлкен емес. 500 үй бар шығар. Жылқылар ауылдың шетінде тұр. Ана видеоны өзгертіп жібердім. 4К-ны қосып жібердім. Әдемі түсіреді екен. Бұрын немен түсіріп едім мен, 1080-мен. Білетіндер түсінеді шығар. 4К-мен түсіріп отырмын мен. Әдемі түсіреді екен. Ұшқан кезде көрінді. Міне осы жерде тұр олар. Әне 13 бас бір биені алып кетті. Ауылдың шетінде. Үйдегі бие қолындаса, соған қосып жіберейін деп едім ғой. Қазір нетсе, ары қарай жіберіп қойсам, сосын судан өте алмаймыз ғой. Құлынмен. Сосын су тасиды, жайылады, көпке созылып кетеді. Сондықтан ол бер жақта тұр, ары қарай судың өзен ар жағына шығармай отырмын. Жабағыларды қосып жіберейін деп едім, шамалы қары ерсін. Еріп жатыр, бірақ әдемілеп еріп жатыр. Осы жерде тұр олар. 5 бас мына жақта тұр. Қалғандарын іздеп жатырмын айнала. Көрінбейді. Былай қарадым, былай қарадым. Мына жақта 5. Міне тағы 5 бас тұр. Міне. Ағаштардың ар жағында тұр олар. 4-еу, 5. 3-еу жетпей жатыр. Былай қарадым, көрінбейді. Олар басқа жерде тұр. Қырда. Сайда тұр олар. Өздері жатыр қаншама. Кеше бір айғыр алып кеткісі келіп биелерді. Бұтсуфалмен төбелесіп, бұтсуфал берген жоқ. Не? Шамалы еріп жатыр қар. Түнде аяз, күндіз 4-5 градус жылы. Қар әлі жатыр. Бірақ 1.7 шығар. 1.7-ның ішінде кету керек қар. Талмай жатыр аналарды. Сосын қарасам, бір жерде 3 нүкте тұр. Қазір көремін. Әне. Олар түспей қалған ба сояқтан білмеймін, қалай қалып қойған. Или кетіп қалған ба сояққа. Әне ағаштан ар жағында тұр. Сөйтіп әне тұр олар. Қалай қалып қойған білмей қалдық. Өздері шыққан шығар. Аяқта қараздау. Дроннан қорқпайды екен. Ойлаған дронмен айдап жіберем деп. Қорқпайды, қозғалмайды. Сосын үйге барып, мотоциклді шығардым. Кеше мотоциклді оталдырып, дайындап қойдық. Мына қармен спокойно өтті. 30 сантиметрдей бар шығар. Барлық жерде емес, бірақ мына жақта шамалы. Ана жақта шамалы нелеу сайлар да бар. 30 сантиметр басады, бірақ эндуро.
Сразу қашты ғой менің естігесін. Пепелдеттім ғой. Аналар не жүр? Шөп онша емес мына жақта. Аздау. Сонда да жапырақтар бар, жеп жатыр. Бір жеті болса, бір жетінің ішінде ерек шығар қар енді. Одан шығады ғой. Көк. Қар жоқ, жаңбыр жоқ. 1 сәуірде жаңбыр көрсетіп тұр. Бүгін бізде 16 наурыз 2026. Ауылдың шеті ғой міне. Мотоциклді шығарамыз енді бұйырса. Ыңғайлы екен мотоцикл. Момент барасын. Жаңада үйден шығып 5 минут, 10 минут шығар. Қайыр жібердім. Бұтсы фаланы жарқырап тұр. Құла. Молодец, кеше әдеміліп төбелесті дейді. Мен өзім көрген жоқпын, балдар айтып жатыр. Мына шеткі үйдің бір айғырыш қашып кетіп, бір талай неткен олар. 1 сағаттай төбелескен шығар дейді. Әйтеуір бірдеме жеп жатыр. Бар ғой, шөп бар мына жақта. Шөп бар. Ертең мынау бәрі тасқын, су тасқыны болған кезде мынау бәрі жайылады. Жауып тастайды мына сумен. Сосын жаздай көккенбек болады шөп. Әдемілеп. Мына жақта заулар жайылады жаздай. Санап жатырмын, қайттан санап. Бірінші рет неткенде қарағанда ана 2 басты көрмей қалдым. 3 басты көрінді. 2 бөлек 5 жылқыдан тұр, 1 бөлек 3 жылқыдан. Мен қарағанда мына жерден 3 бас көрінген маған. Енді міне санап жатырмын 5 бас деп. Батарейкасы 10 минут сүріп жатырмын. Неше процент қалды? 50%-те қалған шығар. Әлі де 10 минутқа жететін еді. Дрон. Дронды көбісі сұрайды. Қандай дрон? Қаншаға алдым? 3 жыл бұрын алдым оны мен. DJI 2 mini деген. Жеп жеңіл, 250 грамм. Ұшатын жана жылдамдығы. 3 режим бар. Спорт режим 16 метр секундына ұшады. Нормальный режим 12-11 метр секундына. Сосын жай режим бар. Ол не 5-6-7 метр секундына ұшады. Желдің болмаса. Екі бие өткенде көрсеттім ғой. Желінде батыр. Бұйырса апрельге апарат шығар. Бір бие осы жақта тұр жаңа желінмен. Алар әлі көрінбейді желіндер. Мен үйдегі бием уже бауыр ісірген. Нені толтырған, желін толтырған. Бұйырса 1-2 күн шығар. Сосын көрсетіп жіберем ғой. Башкир бие. Сақа бие ғой ол. Бір байтал бар башкир. Ол да үйде тұр. Желін жайлап жина бастайды. Бұйырса сосын құлын ағасын көрсетем. Құлын қандай болатын. Біреудікі Золотойдың құлыны болады.
екіншісі құлагердің. Екеуі де құла, екеуі де башкир. Көреміз, қаны қайсы мықтырақ, қайсы айғырға тартып кетеді. Золотой шамалы сары жал болды ма, қызыл жал болды ма, құлагер қара жал болды. Бір бие біздің үйірдің биесі ғой мынау. Тоже арықтап үйге алып кетті Дастан. Біздің ауылымыз әне. Ана нелер әдемілеп көрсетеді екен түстерінде.